Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін фаршталған бұрыш рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол үшін бізге болгар бұрышы керек, 3-4 дана пияз керек, тартылған ет және күріш қажет. Алдыменен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пиязды бос ыдысқа саламыз. Оның үстінен тартылған етті саламыз. Алдын ала тазалап жуылған күрішімізді саламыз. Бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің фаршқа салатын қоспамыз дайын болды. Оны енді жақсылап болгар бұрышына саламыз. Міне осылай бәрін алдын ала дайындап қоямыз. Енді бізге тұздық жасау керек. Ол үшін бізге бір пияз, бір сәбіз және бір қызанақ қажет болады. Пиязды әдемілеп ұсақтап турап аламыз. Сәбізді, сарымсағымызды және қызанағымызды майдалап турап аламыз. Енді қызып тұрған қазанға кішкене майды құйып, пиязымызды, сәбіз, қызанақ бәрін салып, араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Екі-үш минут қуырып алғаннан кейін, оның үстінен фаршталған бұрышымызды саламыз. Енді осы фаршталған бұрыштың үстіне қайнаған суды құйып,
кішкене тұз қосыңыздар. Бірінші рет жасап жатсаңыздар, осы рецепт бойынша жасаңыздар. Бұл өте оңай әрі дәмді болады. Міне біздің фаршталған бұрышымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.